Şebek aslında şebek aslında tamam şebek aslında Valla maddiyeti kıştan yapalım. Şebek aslında var. Hayır. Нечисно. Al kakanından da. Onlar bunları kıştan жасалған бұйымдар. Haydi. Сәлеметсіздер ме? Номері 181 жалпы білім беретін мектептің Ашабек Асымжанов 3-ші сынып оқушысы боламын. Мен бұл тақырыпты таңдаған себебім өйткені мен ежелгі тұрмыстың өнерін және де мәдениетін зерттеу үшін таңдадым. Олар өздерінің құмыралары болғандықтан олар өздерінің су, сүт, айран, қымыз сақтайды. Қола және сақ дәуірінде қыш бұйымдары күнделікті тұрмыста ең кең тараған заттардың бірі болған. Олар су, тағам, дәндерін сол жақта сақтайды, ас әзірлейді. Түркі және орта ғасыр кездерде отырар, тараз, сығанақ, сауран сияқты ірі қалаларда шеберханалар болған. Ал енді көшпелі адамдар туралы бір айтып кетейін. Біздің қазақтар көшпелі өмірге ауысқаннан кейін олардың қыш бұйымдары болған, олар көшіп қонып жүргенде де олар тез қалады. Себебі олар тез сынғыш және де ауыр болады. Сондықтан олар ағаш бұйымдарына көшті. Ал енді қыш бұйымда адам өмірінде үлкен рөл атқарған. Себебі ол ұзақ сақталатын, иіс сіңдірмейді, ол экологиялық таза. Ал енді мен осы құмыраны қалай жасағанды айтып берейін. Біріншіден қолымызды әрдайым сулап отыруымыз керек. Одан кейін қолымызды бір-бірімізге қойып, өзімізге тартып, сабын сақтап аламыз. Одан кейін құмыраны жұмсартуымыз керек. Құмыраны жұмсартпасақ, құмыра дайын болғаннан кейін ол қатты немесе қалың болса, ол тез сынып қалады. Одан кейін жұмсартқанда екі жақтан оның қысып үстіне көтеріп астына түспейміз. Бүйтіп 3 рет қайталаймыз. Одан кейін ортасы саусағымызбен қысып, ішін өзімізге тартып, өстіп біз құмыраның ішін ашамыз. Одан кейін біз алақанымызды ішіне емес сыртынан қойып ұзындығын келтіреміз. Ұзындығын келтіріп алғаннан кейін аузын ішкенде де былай қысамыз. Одан кейін бізде осындай құмыра шығады. Ал өзімізге тартсақ, ежелгі тұрмыстық кесесі шығады. Одан кейін ішіндегімізді былай сырттан шығарамыз. Одан кейін айналған үстеміз айналған сайын былай кіші саусағымызбен қойып айналдырып осындай қалып келтіреміз. Одан кейін біз оны үстінде кептіруге қоямыз. Арнайы пеште. Менің жасап келдім ба? Менің құмыра жасағаным біріншіде біз оны қолды әрдайым сулап отыруымыз керек. Міне мен сіздерге көрсеттім ғой, біз оның қапын сақтап отырамыз. Оны біз мына суретте көріп тұрамыз. Одан кейін біз ұзындығын келтіргенімізде біз мына суреттен көреміз. Ал жұмсартқаны мына суреттен көреміз. Енді мен мұражайға барған кезде мен ежелгі тұрмыстың құмыраларын, сандықтарын және де құмыраларын көргем. Көшпелі адамдардың құмыраларын көргем. Олар өте ауыр және де үлкен болған. Және де мен олардың 1000 градусқа дейін құмыра кептіретін пештерін көрдім. Олар сатпалшықтан тағы да таза су және де кір судың жүру жолын істейтін. Ұсыныс. Қазіргі балалар компьютерлік ойындармен денсаулыққа зор зиян келтіреді. Мен сіздерге денсаулыққа зор зиян келтіргенше қыш
сатып алушылардан осындай құмыралар жасауға шақырамын. Әр мектептерде құмыралар сатып алушылардан ұйымдар жасайтын үйірмелер ашылса ғой. Тыңдағандарыңызға рахмет. Өзі жасап, жақсы жұмысын өзі жасап, өзі қолмен істеп көрді. Қанша уақыт кетті сол жасауға? Құмыраны жасауға қанша уақыт кетті? Неше күніңіз кетті? 3 күнің ба, 4 күнің ба, неше күн дайындалды? Құмыра жасауға оның кептіретін күндермен санаған кезде ол 15 күн және 1 сағат болған. Енді ұсынысым әр мектепте осындай үйірмелер ашылса, иә? Ұсынысым. Өзің өсірдің ба? Ал мынау қандай өзің айтпадың?